Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Дина күй шертеді. Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің және сюжеттің даму желісі бойынша кесте толтырасың. Жоспар және түрек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндайсың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Атақты, ұлы, дарынды, күйші, күй шерту, ұстаз. Жіктік жалғауына назар аударайық. Мен күй шертемін, сен күй шертесің, сіз күй шертесіз, ол күй шертеді. Мен күйшімін, сен күйшісің, сіз күйшісіз, ол күйші. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Оқы, қайтала. Атақты күйші, ұлы күйші, дарынды қыз. Күй үйренеді, күй шертеді, күй шығарады. Сөздердің дұрыс айтылуына назар аударайық. Атақты, ұлы, күйші, ұстаз. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, тірек сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Дина жас кезінен атақты күйшілердің күйін шерткен. Динаны домбырашы қыз деп атаған. Кішкентай қыздың даңқын естіп, атақты күйші Құрманғазы арнайы іздеп келеді. Ол Динаның домбыра тартысына сүйсініп, болашағынан үлкен үміт күтіп, батасын берген. Дина 9 жасынан бастап Құрманғазының баулуында болады. Ұлы күйші Динаға домбыра тартудың терең сырларын үйретеді. Енді оқушылар тірек сөздер мен сұрақтарға назар аударайық. Тірек сөздер: күй шертеді, кішкентай қыз, іздеп келеді, күй, үйрету, ұлы күйші. Сөйлесіп отырған кімдер? Динаның жасы нешеде? Оны кім іздеп келді? Атақты күйші Динаны не үшін іздеп келді? Оқушылар тірек сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап берейік. Іске сәт! Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Сөйлесіп отырған атақты күйші Құрманғазы мен кішкентай қыз Дина. Динаның жасы 9-да. Оны ұлы күйші Құрманғазы іздеп келді. Атақты күйші Құрманғазы кішкентай қыздың даңқын естіп, арнайы іздеп келіп, батасын берді. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы, қою қаріппен жазылған сөздерге сұрақ қой. Дина Нұрпейісова қазақтың атақты күйшісі. Ол кішкентай кезінен күй шертеді. Динаның ұстазы ұлы күйші Құрманғазы. Ол дарынды қызға бата береді. Дина ұстазының жолын жалғастырады. Кейін өзі де күй шығарады. Оқушылар, мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздерге сұрақ қояйық. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Қою қаріппен жазылған сөздерге қандай сұрақтар қойдық? Бірге тексерейік. Дина Нұрпейісова кім? Дина Нұрпейісова. Күй шертеді. Не шертеді? Күй шертеді. Динаның ұстазы. Кімнің ұстазы? Динаның ұстазы. Дарынды қыз. Қандай қыз? Дарынды қыз. Ұстазының жолы. Кімнің жолы?
ұстазының жолы. Күй шығарады. Не істейді? Шығарады. Оқушылар, сендердің де қойған сұрақтарың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Сөйлем құраңдар. Оқушылар, берілген сызбаны назарға алып, сөйлем құрастырамыз. Іске сәт. Қандай сөйлемдер құрастырдық? Бірге тексерейік. Дина атақты күйші болды. Дина домбыра тартады. Дина күй шертеді. Дина Құрманғазыдан күй үйренеді. Дина ұстазының жолын жалғастырды. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің осындай болды деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Ол кім? Ол не істеді? Деген сұрақтарға жауап беріп, сызбаны толтыр. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сызбаны қалай толтырдық? Бірге тексерейік. Дина атақты күйші. Дина күй шертеді. Дина күй шығарды. Дина ұстазының жолын жалғастырды. Құрманғазы атақты күйші. Құрманғазы Динаны іздеп келеді. Құрманғазы Динаның ұстазы. Құрманғазы Динаға бата береді. Оқушылар, сендердің де толтырған сызбаларың осындай болды деген ойдамын. Бесінші тапсырма. Жоспар бойынша күйші Дина туралы мәтін құра. Жоспарға назар аударайық. Дарынды қыз, ұстазбен кездесу, күй үйрену, атақты күйші. Оқушылар, іске сәт. Жоспар бойынша қандай мәтін құрастырдық? Біз құрастырған мәтін үлгісіне назар аударайық. Дина жас кезінен атақты күйшілердің күйін шерткен. Динаны домбырашы қыз деп атаған. Кішкентай қыздың даңқын естіп, атақты күйші Құрманғазы арнайы іздеп келеді. Дина 9 жасынан бастап Құрманғазының баулуында болады. Атақты күйші Динаға домбыра тартудың терең сырларын үйретеді, батасын береді. Дина кейін өзі де күй шығарады. Оқушылар, сендердің де құрастырған мәтіндерің сәтті шықты деген ойдамын. Кел жаттайық. Оқушылар, өлеңді бірге оқып жаттайық. Тарт күйіңді домбыра, төгіл-төгіл тәтті күй, тау суындай сылдыра, желпін-желпін жел соқтыр. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердің және сюжеттің даму желісі бойынша кесте толтырдың. Жоспар және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндадың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 40-шы беттегі 6-шы тапсырма. Сөйлемдерді оқы, ақпараттың дұрыстығын анықта. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.